Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін біз дарынның оза шапқан дарыншысы Болат Ахметтен сұхбат алатын боламыз. Ассалаумағалейкум, Болат ағам. Алдымен біз сізге осы сұхбатқа келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ал енді сұрақ қоюды бастасам, айтысқа алғаш қалай келдіңіз? Бұл өнерге деген махаббат қай кезде басталды, сол туралы айта кетсеңіз. Айтысқа алғаш өзім алтын сыныбында келдім. Бұл өнерге махаббат жерлесім Оразалы Досбосыновты күнде естіп, сол кісінің айтысынан көруден ашылды. Және көршім домбырашы айтыскер болған, сол кісінің үйіне көп барудан махаббат ашылды десе болады айтысқа. Бала кезден соң. Иә, бала кезден. Республикалық оқушылар айтысында бас жүлде жеңіп алғаныңыз қазір бәріне мәлім. Сіз сол айтыстан миллион теңге иелендіңіз. Осы айтыстың сіздің өміріңізде қандай орын алады? Жалпы өмір бойы бір айтысқа қатыспайсың, бірнеше айтысқа қатысасың, бір айтыспен тоқтап қалу дегенде болмайды. Бұл менің өмірімнен алатын орны, өзіндік орны бар десе болады. Тағы да себебі менің өмірімнен алатын орны миллион теңге үшін емес, осы Оразалы Досбосыновтың құрметіне өткен айтыстағы айтылған сөздер, сол жердегі небір ақындар, мықты ақындармен менің де бірге бақ сынауым сол өзімнің өмірімде ерекше орын алады десе болады. Бұның сонда сіздің айтысқа келуіңізге бұл миллион теңгеге ие болуыңыз сонда Оразалыға деген махаббатыңыздан ба? Оразалыға деген махаббатым ондай миллионмен, ақшамен есептелмейді деп сезінемін, солай білемін. Оразалыға деген ол өзімнің бойымдағы, өзімнің қалай айтсам болады, бұлай тәлімгерім, рухани тәлімгерім десем болады, оған шексіз. Және сіз Жамбыл ауданында өткен дәстүрлік айтыстың егері болдыңыз, жүлделі егері болдыңыз. Сізде сонда қайым айтыста қиындық туды ма, сол айтыста? Жалпы қайым айтыс деген анық суырып салмалықты, ақындықты шыңдайтын айтыс өнері болған соң, ол жерде аса бір қиындық тудырды деп айта алмаймын, себебі біздің интернатта, осы біздің мектепте айтыскерлер көп. Сол ортада күнде суырып салып, күнде ұйқастар іздеп айтыса берген соң қайым айтыс оңай түсті десе болады. Сонда осы мектептегі сіз өзіңізге пір санайтын, ұстазыңыз санайтын айтыскер кім? Мен пір санамаймын енді. Пір Оразалы, менің пірім Оразалы, бірақ бұл мектепте өзіме үлгі тұтатын ұстазым Айтбек Тұрсынбай мен Алтынбек Ибрагимов, сол екі кісі. Жалпы сіз айтысқанда қандай сезімге бөленесіз? Сол сезімді тыңдарманға жеткізіп көрсеңіз? Жеткізіп дегенде қалай болады? Айтып көрейін бе? Жалпы осы айтысқа шыққанда, сахнаға шыққанда адамның бойындағы сенімділік деген арта түседі. Және осы сахнаның киесімен ойыңа небір шумақтар келеді, небір ойлар келе бастайды. Өзіңді бір сахнада еркін сезінесің. Ал сахнадан шыққан соң қайтадан шыққың келіп бір бойыңда рух ойнап тұрады десе болады. Сонда шабытыңыздың шарықтауына сахнаның киесі әсер етеді деп ойлайсыз ба? Сахнаның киесі және сахнаға шығып көрермен жақта тып-тыныш болып отырса, ақынға шабыт келмейді. Ал қиқулаған қолды естіп, қалың қолды естісең бір бойың рухтан кетеді десе болады. Жалпы сіздің домбыраңыз айтыстағы серігіңіз деп білеміз. Сіз сол айтыстағы өзіңізге деген сенімді сонда домбыраңыз оята алар ма? Домбыра дегенде ақынға жалпы осы мақамы өзіне сенімділік тудыра алады. Ал сен бұлай жақсы сөздер айтып домбыраң нашар болып тыңғырлатып отырсаң, ол өзіңе сенімсіздікті әкелуі мүмкін. Ал домбыраңа сенімді болсаң, қолың жүгіріп тұрса, сен домбыраға мән бермей, оны тартып отыра бересің. Бұлай айтыста өзің шумаққа ғана алаңдайтын боласың. Жалпы қазіргі жастар арасында өте мықты айтыскерлер көп. Ал сіз сол мықты қарсыласпен түсіп қалсам, оны қалай жеңем деп ойлап көріп пе? Ойлап көргенбіз, енді бұлай сырттай іштей дайындалып жүреміз ғой. Егер мына ақынмен түсіп қалсам қалай айтамын, бұл ақынның тактикасы қандай дегендей. Яғни Мержан Башынбай деген қазір мықты айтыскер бала бар өз арамызда. Сол баламен айтысқым келіп жүр. Яғни оған қалай айтсам болады деп. Ол бала не Мақсат Аханов құсап қыздармен түсе беретін, бір ұлдармен түссе қалай сыбағасын беретін деп ойланып жүрміз. Сонда қарсыласыңыздың мықты болған тапқырлығыңызды арттырады деп ойлайсыз ба? Айтыстың шығуына жалпы бір ақ адамның ғана мықтылығы емес, оны айтыс шығарып отыратын қасындағы қарсыласының да мықтылығы керек. Егер сен қанша жерде мықты болып отырсаң, қарсыласың саған жарытып, бұлай шабуыл жасамаса, сен оған жарытып шабуыл жасай алмайсың.
сіз жалпы бос уақытыңызда не істейсіз? Айтыстан бөлек өзіңізді қандай қырыңыздан дамытасыз? Айтыстан бөлек өзім шығармалар жазғанды жақсы көремін, және бірақ бір жаман қасиетім деймін ба, сол жазған шығармаларды көпшілікке көрсеткім келмейді, ешқайда жариялағым келмейді. Енді осы дарын мектебінде артыңыздан еріп келе жатқан, мен де сіз секілді айтыскер болам дейтін балалар көп. Соларға қандай ақыл айта аласыз? Соны өлеңмен жеткізіп көрсеңіз. Ақындар ақиқатты білсе болды, қолына тек жақсыны ілсе болды. Артымдағы әнеге айтар ақыл, демеймін бәрі молда дүмше болды. Абайдың жолын оқып, түзу жолмен адаспай, тек алдыға жүрсе болды. Төленердің, қазақтың дәріптеген мол мұрасын, өлеңін, әнелерім жөн құрасын, қолынан тастамасын қойын дәптер, қолынан тастамасын домбырасын. Не деген керемет сөздер. Жалпы Болат ағам, сіздің осы сұхбатқа келіп отырғаныңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Бұл біздің алғашқы қадамымыз, ал сіз сол біздің алғашқы қадамымызға біздің нық басымызға әсер еткен тұлғалардың бірісіз.